Бұл жігітпен танысқалы 1 жыл болып қалды. Былтыр сентябрьда келген аslında жұмыссыз деп. Аға істесем бола ма деп. Баланы қарадым. Болар бетінен қақпа дейді. Бала жанып тұр. Жақсы не қылып тұр. Дөнен алып осыны помощник алдық. 8 мыңнан бастаған бала, қазір 20 мың алдық деп жатыр. Жұмысқа деген, неге деген, ортаға деген несі өте жақсы. Айта алмаймын. Жақсы. Қалыппен сөйлескен, не жұмыс айтсаң да істей береді, жоқ демейді. Өзі сүстірей бала болды. Басқа жағынан болды, ондай болады. Любой адамда болады. Бірінші жұмысқа келгенде қиналды, қиындыққа бой бермеді. Баланың өз мықтылығынан жақсы істеді, жақсы не қылды. Бірталай сынақтан да өтті. Адам шықпаған соның орнына да қойып тастап білмейтін баланы. Соны алып жүріп кетті. Соны алып жүріп кеткеннен кейін біз болады кенекте содан арқатай жақсы қолдап, көмектесіп, бір-бірімізге. Жақсы көтеріліп, міне танымал болып жатыр. Бұның арқасында бізден егіп қуанып жатырмыз. 1 жыл болмай жақсы не болды. Еңбексің арқасы ғой, демалмайды, неден қылмайды, не жұмыс айтсаң істей береді. Алып қида 100% сенен қолдау береміз бәріміз. Қолдаймыз бәріміз. Қолдау беруге дайынбыз. Иә, қабілет өте жоғары. Ақ көмекті ортамен де жақсы табысады. Жоқ, бар енді, минус бар енді. 100% айтамайыз бар деп. Ол повар деген нәрсе ол 1-2 жылда повар болып кетеді зат емес. Өзіміз 2019 карантиннен кейін осы поварлық бастадық. Бір Айбол деген қожайын болған өзіміз. Жақсы жігіт. 5 уақыт намазын оқып осы қожайын бастық біздің бастық. Сол кісімен жұмыс жасағанына 6 жыл болып келатыр. Жақсы адамға бір сөз орын бар дейді. Бұл лапшашылық манада өзім жақсылығынан осы танылып, аузын аша жүре бермек баланың біреуі одан. Ортаға сыйлас бірге істеп келатыр, жақсы. Осы бірінші Құдайдың арқасы, екінші өзіміздің еңбек қорымыздан тұрақтылықтың арқасы, үшінші сол бастықтарға мың рахмет. Енді ол адам баласы біліп тумайды бар нәрсені. Келіп, ол адамның өзінің пысықтығынан маған айтып кетті қана болар боғынан дегендей. Балалық кезде. Бұл әр адам өзі істеймін деп еттенсе, ешқандай жұмыстың қиыншылығы жоқ деп ойлайды. Бәрін айтарым сол. Bu yerде бізде қытайский кухня, еуропский кухня, ұйғырский, дүнгенский дегендер бар. 3-4 түрлі болып келеді. Келіңіздер, дәмін татып кетіңіздер. Ақтау, Шанхай деген ресторан. Лапша да жақсы өтеді, қазан да жақсы өтеді. Екеуі 50-50 ұстап тұр тағамдар. Заңмен да жақсы өтеді. Жақсы, жаман емес. Ашылғалы 1 ай болды. Құдайға шүкір жақсы. Балалардың арқасы 1 айда осындай не болды. Шанхай ашылғалы 1 ай болды. Жаман емес, жақсы. Балалардың арқасы бәрі. Мақтанамыз, Аллаға шүкір. Өзіміз бір компания болып келеміз, бағана Айбол деген қожайын сол кісі жібереді бізді. Солардың келеді, өзіміз компания болып 4-5 адам келіп, кухняны жүргізіп, ек береді. Әр жаққа жібереді, Астанаға жібереді, Көкшетау, қайық ашылып, сол жаққа бара береді. Аллаға шүкір, жаман емес. 1 айдың өзінде жақсы нәтиже. Атым Мұхамеджан Қыдырбай. Шек повар осы Шанхай ресторанда. Пукатта, Пукат 17. Келіңіздер, дәмін татыңыздар, көріңіздер. Асқа күтеміз бәрімізді.